Ғарышқа зымырандар Байқоңыр ғарыш айлағынан ұшырылады. Зымыран ауасыз кеңістікке жоғары жылдамдықпен ұша алады. Ғарышкерлер ғарышта орбиталық станцияда тұрады. Онда олар эксперимент жүргізеді, ғарышты, ғаламшарымызды бақылайды. Тоқтар Әубәкіров ғарышқа ұшқан ең алғашқы отандасымыз. Ол Мир орбиталық станциясында 7 күн жұмыс істеді. Талғат Мұсабаев ғарышта 3 рет болып, 5 рет ашық ғарышқа шықты. Ол жалпы алғанда ғарышта 341 күн болды. Айдын Айымбетов орбиталық станцияда 9 күн болып, бірқатар күрделі эксперименттер жүргізді. Жасанды серік 1957 жылы 4 қазан күні алғашқы жасанды серік ұшырылды. Ол ғарышта 92 күн болды. Ғарышкер иттер 1960 жылы 19 тамыз күні ғарышқа белка мен стрелка аттанды. Олар әуеде 25 сағаттан аса уақыт болды. Зымыран жерді 17 рет толық айналып шықты. Юрий Гагарин 1961 жылы 12 сәуір күні ғарышқа алғаш рет адам ұшты. Ұшу сапары 108 минутқа созылды. Адамның айға қонуы 1969 жылы 21 шілдеде америкалық астронавтар Нил Армстронг пен Бас Олдрин айдың бетіне қонды. Мир орбиталық станциясы 1986 жылы 20 ақпанда Мир орбиталық станциясы ұшырылды. Ол ғарышкерлер тұратын әрі жұмыс істейтін ғарыш үйіне айналды. Сен білесің бе? Байқоңыр ғарыш айлағы әлемдегі ең ірі ғарыш алаңы. Ол Қызылорда облысында орналасқан.